Ал Жаке, қандай жаңалықтар болып жатыр? Анау фильм шыққаннан кейін Алматы облысының әкімдігіне қандай да бір қызықты бір қадамдар болды ма? Алматы облысының тарапынан ақпарат немесе бізге байланысып, мынау ақпараттармен келіспейміз, жұмыстар жасалып жатыр деген ештеңке болған жоқ. Керісінше, өкінішке орай, біздің партияға, маған қарсы әртүрлі арандатушылықтар болып жатыр. Кеше бір ақпарат түсті, осы Ембеш Қазақ ауданында саяжайда бір белгісіз екі азамат қара киінген, қара көзілдірікте біз Алаш партиясынанбыз деп үйлерді аралап, арыз шағымдар жинаған, сондай әрекеттер болған екен. Сонда мен ойлаймын, бұл жасалып жатқан жұмыстардың бәрі халыққа емес, керісінше халықтың қамын ойлап жүрген азаматтарға қарсы істеп жатқанын Алматы облысының әкімі түсінбей отыр ау деймін. Біз 3 жылдың ішінде мен өзім заңгер ретінде де біраз жемқорлық рискларын, фактыларын аштық. Біз бірнеше мәрте Алматы облысының әкімінің алдына бардық, кездесе алмадық. Өзім жеке кездестім. 2020-да қоян қолтық жұмыс істеу туралы өзімнің тарапымнан ол кісінің алдына барып, өзімнің идеяларымды бердім. Және де өз тарапымыздан ешқандай арандатушылыққа бармай, ол кісіні сынға алмай, өзіміздің іскерлігімізді көрсеттік. Бірақ оған қарамастан ешқандай біздің тарапымызға қарсы, халыққа қарсы ешқандай жұмыс жасауға байланысты Алматы облысының әкімінің тарапынан әрекеттер болған жоқ. Керісінше, осы уақытқа дейін халықты шырылдатып, үйлерінен қуып, халықтың жаңағы әлеуметтік мұқтаждарына немқұрайлықпен қарап отыр. Мен енді ойлаймын, бұл қалай болған сонда? Қандай елде, қандай әкімдер жұмыс істеп жатыр? Мына мыңдаған адам, бір адам емес, миллиондаған адам тұрады саяжайдың мәселесі сонда. Ешкімді қызықтырмай ма? Неге осынша немқұрайлық болып отыр? Бұның артында кім тұр деген сұрақтар туындап отыр. Кеше Фейсбуктегі жазбаңызда оқыдым, онда жазған екенсіз, Алаш партиясының атынан қайдандай да бір азаматтар саяжайларда аралап, түрлі бір адамдардың жеке өміріне қатысты бір ақпарат жинап жүр деп. Ол не болды? Соны ашып айтып беріңізші. Белгісіз екі азамат көзілдірік киген келген саяжай тұрғындарына, біз Алаш партиясындамыз, жаңағы сіздердің арыздарыңыз бар ма? Және де біз өстіп арыз жинап жүрміз, ақпарат жинап жүрміз деп айтқан. Ол кісі үйінде болмаған, балалары хабарласып айтқан, анасына өстіп бір адамдар келді деп. Одан кейін ол кісі белсенділерге хабарласқан, сөйтіп сондай ақпарат бізге түсті. Біз ешқашан үйлерді аралап арыз жинаған жоқпыз. Жеке мәліметтерін сұраған емеспіз. Халық бізге көмек сұрап келеді. Соның негізінде біз азаматтарға арыздарын қабылдап алып, қазірдің өзінде тіркелмесек те біраз мәселелерін шешіп жатырмыз. Азаматтық бойынша, әлеуметтік жағдай бойынша қоян қолтық жұмыс істей алатын азаматтар. Ашық түрде айта аламын, қазіргі таңда бізбен Ембеш Қазақ ауданының көші-қон полициясы жұмыс істеп жатыр. Олар кәдімгідей көмектесіп жатыр. Өйткені олар көмектесу үшін біз бірнеше мәрте Астанаға министрлікке арыз жаздық, ұсыныс тастадық. Сол үшін мен халыққа ескертуге мәжбүр болдым. Себебі қазір мына видеодан кейін белгісіз адамдар Алаш партиясының атын жамылып, біздің атымызды жамылып, қандай бір арандатушылық болу мүмкін. Өйткені ол үйді аралау деген сөз, жеке адамның басына байланысты ақпарат сұрау деген сөз, ол заңсыз. Сіздердің аттарыңызды жамылып, жаңағы жеке деректерді жинап жүрген кім және не үшін істеп жүр? Менің ойымша, бұл жаңағы видеороликтен кейін әкімдік тарапынан болуы мүмкін. Нақты айта алмаймын солар деп, бірақ болуы мүмкін. Себебі осы уақытқа дейін біздің заңды жұмыс істеп жүргенімізді көре тұра бізбен жұмыс істемеді олар. Екіншіден, мынау сол жердегі жемқорлық рискларына қатысты төрағалар болды. Өз адамдарымен қасақана Алаштың осы менің атыма кір келтіру үшін жаңағы мәліметтерін жинап, жаңағы басқалай бір арандатушылық жасау үшін. Көбінесе осы екі адамдарға мен күдіктенемін. Себебі өкінішке орай бізде бұрыннан келетқан принцип бар ғой, екіге бөл де басқара бер дейді. Әрқашанда біздің арамызда халықты екіге бөлетін арандатушылар, өз жеке басын ойлайтын адамдар бар. Қазақта сатқындық бар. Сондай адамдар болуы мүмкін деп мен 100% айта аламын. Мақсаты не сонда? Сіздердің аттарыңыздан деректі жинап, Алашты қаралау ма, жоқ әлде ол кісілердің саяжайда жаңағы өздерінің арыз шағымдарын айтқан азаматтардың деректерін біліп алу ма? Менің ойымша екеуі де болуы мүмкін. Біріншіден, мына Алаш партиясының ашып жатқан ақпараттарын, дәлелдеп жатқан, халыққа көмектесіп жатқан жұмысын жоққа шығару. Екіншіден, сол белсенділердің Алаш партиясына сұхбат берген, видеоға түскен азаматтардың мәліметтерін біліп, соларға қысым көрсету. Өйткені бұндай жағдайлар бізде болған. Айта кетейін қысқаша, Іле ауданы Алматы облысында Жомарт саяжайы бар ғой, Ашбұлақ ауылдық округында.
сол жерде төрағаның заңсыз әрекетіне самоуправство 145 адам арыз жазған полицияға, прокуратураға. Сол кезде полиция қызметкерлері сол арыз жазған адамдардың мәліметтерін төрағаға берген. Сол кезде төраға үйлерді аралап, әрбір адамға кеп қысым көрсеткен. Арызыңды алмасаң, сенің үйіңнен көшіріп жіберем, сенің құжатың жоқ, жеріңді сатып жіберем деген қысымдар болған. Ол бойынша біз арыз жаздық, өкінішке орай сол күйінде ашылмай қалды. Мен ойлаймын, осындай әрекеттер болады, сол үшін жасап жатқан әрекеттер. Кеше бір хабарлама шықты, соған қатысты тергеулер басталды деген. Қалай ойлайсыз, сол осы біздің жаңағы Баталов және Саяжай мафиясы фильмінен кейін болды ма, жоқ әлде қатысы жоқ па? Иә, кеше біз жаңағы Алматы облысындағы ауыл шаруашылық жерлеріне байланысты басқарманың басшысын жемқорлық рискісіне қатысы бар деп ұсталды деген ақпаратты естідік. Оған қатысты мен айтқым келеді, ол осы Баталов және Саяжай мафиясына қатысты фильмнен кейін болғаны мүмкін, бірақ тағы бір күдігім, бұлар осы саяжайда болып жатқан жемқорлық рискларын жабу үшін осындай бір адамдарды, қалайша айтсам, кінәлі ретінде тауып жылы жабуы мүмкін. Қасақана жасап, мысалы, міне саяжайда болып жатқан жемқорлық рискларына осы бір адам кінәлі деп, бір адамды ұстап, соны көрсетіп, ары қарай осы әрекеттер жалғасын таба ма деген күдігім бар. Яғни сіздің ойыңызша шортан емес шабақ ауға түседі, сонымен жылы жаба салады дейсіз ғой? Иә, мен солай ойлаймын. Өйткені ол бірінші рет болып жатқан жағдай емес Қазақстанда. Бұл тамырымен шешілу керек мәселені өзіңіз білесіз, арт жақта кім тұрған артында. Олар қазір осы кісіні ең соңғы орысша айтқанда козел отпущения жасайды да, кінәлі адам жасайды да, ары қарай осы екен кінәлі деп жаланың бәрін осыған жабады, кінәнің бәрін осыған жабады. Бірақ Алматы облысындағы саяжай мәселелері шешімін таппай қала ма деп күдіктенемін. Қазіргі таңдағы мына бізге қатысты, менің жеке басыма қатысты, Алаш партиясына қатысты жасалып жатқан арандатушылықтар, бұл Алматы облысының әкімі қатысты болатын болса, басқа арандатушылардың қатысы болатын болса, өте үлкен қателік. Себебі біз осы жұмысымыз арқылы, қоян қолтық халықтың мәселесін шешу арқылы осы наразылық мінездерін, протест настройды тоқтатып отырмыз. Қазір олар бұл әрекеттермен керісінше халыққа одан сайын қысым көрсетіп отыр. Және одан сайын халықтың наразылығын үдейтіп отыр. Бұл ертеңгі күні олардың өздеріне жаман болуы мүмкін. Мен оны ескертіп отырмын. Себебі 3 жыл бойы ескертіп келеміз. Арызбен де, былай да, барлық мәліметтер арқылы да шықпаған жеріміз жоқ. Баспаған тауымыз жоқ. Бірақ осындай арандатушылар арқылы халықты екіге бөліп, осындай жемқорлық рискларын жабамыз десе, бұл үлкен қателік. Себебі қазір қоғам оянды. Қазір саяжай халқы оянды. Олар өздерінің құқықтарын біледі. Олар ешқандай заңсыз әрекетке бармайды. Егер Алматы облысының әкімі өзінің бейнетін көріп, зейнетке шыққысы келетін болса, бұндай әрекеттерді тоқтатып, өзінің жасаған қателіктер болатын болса, қандай да немқұрайлықтарын түзету керек. Жауапты әкімдерді жауапқа тартып, саяжайдың мәселесін бірақ заңмен шешуге болады деп ойлаймын. Бұл дұрыс емес. Өйткені ертеңгі күні бізге кеш болуы мүмкін. Ол кезде біз бір-бірімізді кінәлап отыру тым кеш. Өйткені бұл жерде мыңдаған, миллиондаған адамның тағдыры, көптеген балалардың тағдыры. Бұл жерде кішкентай балалар бар, соны ұмытпау керек.